Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ләйл және Духа сүрелеріндегі ант тәртібінің сыры Құран-ы Кәрімнің бәлағаты мен мұғжизалық сипаты оның әрбір сөзін таңдауда және аяттарының өте жоғары дәлдікпен орналасуында айқын көрінеді. Соның бір ғажайып мысалы, Ләйл және Духа сүрелеріндегі серт беру ант тәртібінің өзара үйлесім тауып, әдемі өзгеріске түсуі. Ләйл сүресінде Алла тағала ең алдымен түнмен ант етуді ілгері қойып, былай дейді: «Уәл-ләйли иза яғша, уән-нахари иза тәжәллә». Қараңғылығымен жан-жақты жапқан сәтте түнге ант, жарқырап шыққан күндізге ант. Ал Духа сүресінде Алла тағала сәске уақытымен ант етуді түнмен ант етуден ілгері қойды. «Уәд-духа уәл-ләйли иза сәжә». Сәске уақытына ант, тынышталған, қараңғылығы қоюланған түнге ант. Олай болса, бұл екі орынның арасындағы баяндау сыры, риторикалық құпиясы мен айырмашылығы неде? Бірінші, Ләйл сүресі адам баласының әр түрлі әрекеті. Тәпсірші ғалымдардың айтуынша, Ләйл сүресінде түннің бірінші кезекке қойылуы мұнда адамның талпыныс әрекетіне ант берілгендігінде жатыр дейді. Өкінішке орай, адамдардың көбінің талпынысы теріс, бұзық бағытта өрбиді. Және жаратылыстың басым көпшілігі Алла тағаланың ризалығынан тыс істермен айналысады. Оған дәлел, осы сүредегі ант берілген негізгі мәселе, яғни мақсумун алей инна сa'йакум лашатта. Шын мәнінде сендердің талпыныстарың, іс-әрекеттерің әр түрлі, әр алуан дейді. Адамдардың көбінің бұрыс талпынысы мен адасуы қараңғылықта соқыр сипалағандай күйде болатындықтан, бұл жағдай түннің түнегімен, көмескілігімен толық үйлесім тауып тұр. Сондықтан пенделердің бұзық әрекеттері мен түннің қараңғылығы арасындағы ішкі ұқсастық негізінде түн сөзі бірінші кезекке қойылды. Екінші, Духа сүресі уахи нұры мен пайғамбарлық сүйіншісі болып табылады. Ал Духа сүресіндегі мәнмәтін уақиға және Алла елшісіне саллаллаху арналған сүйінші хабарға негізделген. Сондықтан бұл жерде сәске уақытымен, яғни Духамен ант беру өте қисынды әрі қолайлы болды. Уахи жарқыраған нұр іспеттіді. Сәске уақытының төгілген нұры надандық пен беймәлімдік түнегін сейілтетін уахи нұрына ұқсатылды. Оның шуағы түннің тыныштығы мен тымықтығынан кейін жарқырап шығады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сырқаттанып қалған кезде уахи біраз уақыт, 2-3 түн бойы тоқтап келмей қалады. Көп құдайшылдар тарапынан бір әйел мұны көріп, пайғамбарымызды келемеждеп: «Уа Мұхаммед, сенің шайтаның, саған уахи әкелетін періштең сені тастап кетті деп қана көріп тұрмын» дейді. Мұндағы шайтан сөзін Мекке мүшриктері пайғамбарымызға уахи келетінін көре алмай, өз түсініктері бойынша кемсіту мақсатында қолданатын еді. Сол себепті Алла тағала уахидің символы іспеттес сәске уақытымен ант етті. Ол бейне бір қою қараңғылықтан кейін келетін шуақты нұр секілді. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қасиетті жүрегіне уахи нұры қайта оралып, күмән мен өсек аяңның түнегін жояды деген зор тыныштық пен қуаныш ұялатты. Міне, бұл екі ардақты сүренің арасындағы негізгі айырмашылық пен бәләғи тұрғыдағы құпия осында. Бұл жүйе Құран кәрімдегі әрбір сөздің орналасу тәртібі мен стилі белгілі бір ұлы хикметтер мен терең мағыналарға негізделгенін айқын көрсетеді. Алла амандық берсін.